الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله тағаланың қалауымен имам Науауидің, Алла ол кісіге разы болсын, Риядус-Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Риядус-Салихин кітабының ниет, ықыласқа арналған бірінші бабында жүрміз, және сол бапта келген хадистерді үйреніп жатырмыз. Келесі имам Науауи рахимахулла келтірген хадис бұл وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. бұл хадисті Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бізге жеткізген. Ол кісі айтады: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтты: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة. Ер адамның немесе кісінің жамағатпен оқыған намазы үйінде немесе базарда оқыған намазынан 20 бірнеше рет, немесе бид'a деген сөз жалпы араб тілінде 3 пен 9-дың арасында, яғни бір риуаяттарда 27 деп келеді, бір риуаяттарда 26 деп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кісінің жамағатпен оқыған намазы үйінде немесе базарда оқыған намазынан 20 бірнеше дәреже артық дейді. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. Енді ол қандай жағдайда болады? Яғни сіз сол артық сауапты қандай шарттармен аласыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны түсіндіріп жатыр. Ол былай болады дейді: أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. егер бір адам жақсылап дәретін алса дейді. Жақсылап дәретін алса деген сөз, яғни толығымен сүннет, мұстахабтарын орындап алатын болса, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсеткендей, әрбір ағзаларын 3 мәртеден жуып, және сондай-ақ хадистерде келгендей, мысалы қолды, аяқты жуған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой: فَمَنْ اسْتَطَاعَ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. кімде-кім, әлгі ғұрра деген сөз, немесе ғұрран мұхаджалин деп келеді хадисте, қиямет күні менің үмбеттерім дәреттің әсерінен бағанағы атқа ұқсатады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Аттың мысалы маңдайында қасқасы болады, кейін бағанағы қара ат мысалы ретінде аяқтары ақ болады. Солай дәреттің белгісінен, яғни дәрет алған жерлері солай нұр болып жарқырап келеді дейді. Және кім соны ұзарта алса ұзартсын дейді. Мысалы қолды жуған кезде кішкене бағанағы шынтақтан тағы да асырып, аяқты да тура солай жуатын болса, бұл әлгі басқа бір хадисте келген артық іс-әрекетке жатпайды. Соның барлығын толығымен орындап, солай жақсылап дәретін алып келетін болса дейді. ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ. жақсылап дәретін алып болғаннан кейін тек қана намазды ниет етіп мешітке келсе дейді. Бұл жерде ниеті тек қана намаз болуы керек. Яғни мен пәленшемен кездесуім керек, сол үшін мына жерге барып оқи салайын, мына жерде мына тірлігім бар, соған жолда мына жерге кіре салған, мына мешітке кіре салған ыңғайлы деп сол тірлігіңізге қарай емес, керісінше бірінші кезекте жамағат намазын жамағатпен намаз оқып сауап алуды ниет етіп солай шығатын болсаңыз, демек сіздің намазыңыз оқитын, бұл сіздің жоспарыңызға, мына жерде оқиын,
немесе мына жерде бүйте салайын деген емес. Бірінші кезекте басқа дүниелік жоспарыңызға емес, бірінші кезекте ақиреттік сауапқа негізделуі керек. Бірақ бұл дегеніміз, яғни екеуін бірге қосып жоспарлауға болмайды деген сөз емес. Жолдан кіре салайын деген сияқты емес. Мына жерде, мысалы, соған жақын жерде мешіт бар, мен соған барып жамағатпен намаз оқиын, соның сауабын алайын деп, осы ниетті өз алдына жеке адам жүрегінде бекітіп алуы керек. Солай әрекет ететін болса, Алла тағала оған жамағаттың сауабын жазады. Кейін ол мешітке келсе дейді, тек қана намазды қалап. Және деген сөз, яғни оның мешітке келуіне тек қана намаз түрткі болса дейді. Ондай кезде оның басқан әрбір қадамымен дәрежесі артады Алланың алдындағы. Және оның әрбір қадамымен бір күнәсі кешіріледі. Мешітке кіргенше сол нәрсе жалғасады дейді. Мешітке кіргенше сол нәрсе жалғасады. Сіз жаяу келсеңіз де, көлікпен келсеңіз де, осы жақсылықты, артықшылықты Алла тағала береді. Бұл жерде адамның қадамы мысал ретінде айтылып жатыр. Болмаса, мысалы, бір адамның үйі ұзақтау, ол көлікпен келеді. Енді былайша айтқанда жүріп келген жоқ қой. Енді оның әрбір қадамына деген сауап жазылмай, тек қана мешітке келіп, тұраққа көлігін қойып, одан кейін жүрген сол уақыт қана, немесе сол аралық қана есептелеме? Жоқ, олай емес. Үйінен шыққаннан бастап есептеледі. Ол атта болсын, ол есекте болсын, ол көлікте болсын, қалай келсе де, Алла тағала оған осы артықшылықты береді. Бұл жерде қадам тек қана мысал ретінде айтылып жатыр. Және осы жағдай мешітке кіргенше жалғасады деді. Және мешітке кіргеннен кейін намаздың себебімен мешітте қалатын болса, яғни мешітте қалуына себеп тек қана намаз болатын болса, ол адам Құран оқып отырса да, жай отырса да, намазда болып есептеледі. Және сол намаз оқыған жерінде адам қалатын болса, періште оған дұға етіп тұрады. Періште оған дұға етіп тұрады. Яқулун Аллахумма архамху, Аллахумма гфир лаху, Аллахумма туб алейхи, ма лам ю'зи фихи, ма лам юхдис фихи. Және періштелер оған, Алла тағала, осы құлыңды мейіріміңе бөле, осы құлыңды кешір, осы құлыңа тәубе нәсіп ет, тәубесін қабыл ет деп, осылай сізге дұға жасап тұрады екен. Қай уақытқа дейін, немесе қандай шартпен? Мәләм ю'зи фихи, егер мешітте біреуге зиян келтірмесе, және дәретін сақтайтын болса дейді. Егер дәретпен отыратын болса, Алла тағала періштелеріне ол кісіге сондай дұға жасатып қояды. Періштелер сіз үшін дұға жасап отырады. Муттафақун алейхи, хадисті имам Бухари және Муслим риуаят еткен. Осы хадиске қатысты имамдарымыз айтады, бұл хадистен қандай үкімдер аламыз, қандай пайдалар аламыз деген мәселеге қатысты айтады. جواز الصلاة في الأسواق وإن كانت مكروهة لما فيها من انشغال القلب وعدم الخشوع. Макрух болса да, базарда намаз оқудың жайыздығы дейді. Бұл хадистен соны аламыз дейді. Неге макрух деп жатыр? Өйткені адам ол жерде ойын тұрақтай алмайды. Ойын тұрақтата алмайды, ойы тұрақтамайды. Мысалы, мына жерде сауда болып жатыр. Дүкеннің ішінде сауда болып жатыр. Бұл бір шетіне тұрды да намаз оқып жатыр. Жанында, мысалы, серігі бар, саудаласып жатыр. Жарайды деп келісіп, бір бағаға бере салды. Бұл ішінен арзан беріп жіберді ғой, басқа қойды ғой деген сияқты осындай ана адаммен саудаласып тұруы мүмкін да.
қап сәл кешірек намазын бастамап мынау құртты ғой деген сияқты, немесе дұрыстап саудаласу керек еді ғой деген сияқты осындай неше түрлі адамда ойлар тұрады. Неге? Өйткені бәрібір құлағымен естіп тұр не болып жатқанын. Сол үшін де бағанағы жұмыс орныңызда тура сондай адамның ойын бөлетін мына жерде хадисте айтылып жатыр. Яғни адамның хушуъпен намаз оқуына кедергі болады дейді, және жүрек басқа нәрсемен әуре болады дейді. Сол үшін де ондай жерде намаз оқу макрух дейді. Демек, мысалы мешіттің, базардың намазханасы бар. Жұмыс орныңыздан шығыңыз да намазханасына барып оқып келіңіз. Немесе жанында мешіт бар, сол жерге барып оқып келіңіз. Немесе жаныңызда адам болса да сауданы ары қарай жүргізе беретін, жауып қойыңыз, үзіліс деп, сөйтіңіз де оқып алыңыз. Мұның барлығы сіздің ойыңыздың намазда тұрақтауына, хушуъпен намаз оқуыңызға себебін тигізеді. Мына жерде имамдарымыз базарда намаз оқудың макрухтығын себебін солай түсіндіріп жатыр. Өйткені адам жүрегі, ойы тұрақтамайды және хушуъпен намаз оқи алмайды дейді. Және одан кейін жалпы базарда көп өтірік айтылады, көп алдаулар болады. Осы нәрселерді басқа ғұламаларымыз қосымша айтып кеткен. Сол үшін де қолдан келгенше, егер намазханасы болса, намазханасына, жақын жерде мешіт болатын болса, мешітке барып намазыңызды оқып келіңіз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе: салатул жамаати фил масджиди афдалу мин салатил инсани мунфаридан би 5 أو 6 أو 27 даражатан кама жаа мусаррахан бихи фи баъд риваят. Адамның жамағатпен мешітте оқыған намазы жеке оқыған намазынан 25 немесе 26 немесе 27 есе артық. Кейбір риуаяттарда хадисте 21 неше деп келді ғой, басқа хадистерде солай түсіндірген. Бір риуаяттарда 25 деп келеді, біреуінде 26, біреуінде 27 дейді. Яғни былайша айтқанда адамның жамағатпен оқыған намазы осы деңгейде жеке оқыған намазынан артық болады. Сол үшін де қолдан келгенше намазды жамағатпен мешітте оқу керек. Жамағатпен мешітте деген кезде имаммен бірге оқылған бірінші намаз. Жамағатпен деген кезде кешігіп келіп, мысалы 3 адам жиналса жамағат, 3 адам тұрып оқыса, сол сауапты алады ма? Егер қолынан келгенше намазға, жамағат намазына үлгеруге әрекет етіп, бірақ мысалы жолда оқыған намазынан 2 адам болып оқыған намазы, 2 адамның намазынан 3 адам болып оқыған намазы абзал деген. Қанша көп болса, сонша абзал дейді. Бірақ бәрібір ол қанша көбейсе де, мешітте имаммен, жамағатпен оқылған намаздың сауабына, деңгейіне, дәрежесіне жетпейді. Сол үшін де мешітте жамағатпен оқуға тырысу керек. Келесі мәселе: әл-ихлас муътабарун фи тахқиқи хаза сауаб. Және осы сауапты алуға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде ықыласты шарт етіп қойып жатыр. Бұл хадистің ниет бабына қандай қатысы бар деген кезде имам Науауи бұны ла юриду илля салах, оның ниеті тек қана намаз болса деген сөз болғандықтан қосып жатыр. Демек, әлгі сауапқа сіз қол жеткізу үшін ниетіңіз, ықыласыңыз тек қана жамағат намазы болуы қажет. Егер басқа бір себептермен кіріп оқитын болсаңыз, онда әлгі сауапты Алла тағала сізге бермейді. Сол үшін де сіздің басты ниетіңіз, мақсатыңыз жамағат намазы болуы қажет. Келесі мәселе: وأن الصلاة أفضل من غيرها من الأعمال لما ذكر من دعاء الملائكة للمصلي. Намаз басқа амалдардан абзал дейді. Неге? Өйткені бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазға келген адамға періште дұға жасап тұрады дейді. Періште дұға жасап тұрады. Мына жерде қандай дұға жасайды деп жатыр? Алла тағала оны мейіріміңе бөле, оны кешір, оның тәубесін қабыл ет деп періште дұға жасап тұрады дейді. Сол үшін де намаз басқа амалдардан абзал дейді. Жалпы
періште дұға жасап тұрады деген бұл артықшылық намазға қатысты айтылады. Одан кейін бағанағы білім мәселесінде, білім жолында жүрген адамға періштелер, тіпті бағанағы теңіздегі балықтар да барлығы дұға жасап тұрады, періштелер ол адамға қанатын жаяды деп келеді. Демек, намаз, білім бұл ең абзал амалдардан болып табылады. Неге? Өйткені сол адамға, яғни намаз оқыған адамға, білім жолындағы адамға періштелер дұға жасап тұрады. Келесі бұл хадистегі мәселе: «Анна мин вазаифил малаикати ад-дуаа лил-муъминин». قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Періштелердің міндеттерінен дейді. Періштелердің міндеттері көп қой. Неше түрлі міндеттерді періштелер атқарады. Алла тағала оларға жүктеп қойған. Адамды, мысалы, бір жамандықтардан сақтап жүретін періштелер бар, жаңбыр періштесі бар, тозақ періштесі бар, жәннат періштесі бар, қабірдегі сұрақ қоятын періштелер бар. Тағы да былайша айтқанда міндеттер періштелердің көп. Сол міндеттердің бірі мұсылмандарға дұға жасау. Алла тағала Құран кәрімде аршыны көтеріп тұрған және соның төңірегіндегі періштелер Аллаға тәсбих айтады, Аллаға иман келтіреді және иман келтіргендер үшін жарылқау тілейді дейді. Бұл жерде де аятта Алла тағала періштелердің иман келтіргендер үшін дұға жасайтындығы айтылады. Ал енді мешітте дұға жасауының шарты: وهذا مقيد بما إذا دام المصلي على وضوئه ولم يحدث أي أذى في المسجد كنشد ضالة أو بصاق أو أخل بأي أدب من آداب المسجد. Енді бұның шарты дейді, ол адам мешітте болған кезде дәретін сақтаса және ешқандай бір адамдарға зиян келтіретін немесе мешіттің әдебіне қайшы келетін әрекеттер жасамаса дейді. Біреулерге зиян келтіру. Мысалы, адамдар намаз оқып жатса, бұл телефонымен дауыстап сөйлесіп жатыр. Немесе бағанағы бір нәрсенің дауысын қатты шығарып қойып көріп жатыр мешітте. Бұл мешіттің әдебіне сай келе ме? Мешіттің әдебіне сай келмейді. Тағы да басқа да сондай бір адамдарға зиян келтіретін нәрсені істеп жатса, немесе мешітте жоғалған нәрсесін іздесе деп мына жерде мысалға келтіріпті. Мешіттің ішінде сауда-саттық жасауға немесе жоғалған нәрсені іздеуге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйым салған. Кімде-кім мешіттің ішінде жоғалған нәрсесін іздесе, Алла оған оны қайтармасын дейді. Кім мешіттің ішінде сауда-саттық жасайтын болса, Алла тағала оның саудасына береке бермесін деп осылай ауыр дұға жасаған. Сол үшін де мешіттің ішінде бұл нәрселерді жасауға болмайды. Сондай-ақ мешіттің әдептерін сақтау қажет. Сол кезде періштелер сізге дұға жасап тұрады. Және сондай-ақ осы хадистен түсінетініміз дейді, кейбір ғұламалар айтады, осы хадиске қатысты адамдар періштелерден абзал дейді. Неге? Өйткені адам құлшылық жасап дәрежесін арттыра береді, ал періште сол уақытта әлгі адамға дұға жасап тұрады. Яғни ол құлшылықта болмайды, ол керісінше сол адамға дұға жасаумен болады дейді. Сол үшін де бұл жерде адамға Алла тағала былайша айтқанда бір шектеу қоймаған дәрежесінің артуында. Дәрежесін құлшылықпен, тақуалықпен арттыра береді. Ал періштелерде ондай мүмкіндік жоқ дейді. Сол үшін де жалпы жеке адамдар, яғни белгілі бір сипаттардағы адамдар періштелерден де абзал болады дейді. Бұны имам Ибн Аллам рахимахуллах осы хадиске жасаған шархында айтып кеткен. Демек, бұл хадис жалпы жамағатпен намаз оқуға және қолдан келгенше, мысалы, мешіттің ішінде қалып қолдан келгенше көбірек уақыт өткізуге бізге мотивация болатын хадис болуы қажет. Мысал ретінде,
сіз ақшам намазына келдіңіз, құптан намазын мешітте оқуға ниеттісіз. Егер сіз мешіттің ішінде қалып, қолыңызға Құран алып, Құран оқып отырсаңыз, немесе тәсбих айтып отырсаңыз, пайғамбарымызға салауат айтып отырсаңыз, немесе басқа бір нәпіл намаздарды оқып отыратын болсаңыз, сіз намазда болып есептелесіз. Және періштелер сізге дұға жасап тұрады. Мысалы, бір адам солай істейді, екінші бір адам, енді бұл сөзіме мүмкін әлгі сол дүкендерде тұрғандар ренжіп қалатын шығар, сіз біздің саудамызға бағанағы кедергі келтіріп жатсыз деп. Бірақ екінші бір адам шығады да, мен құптанға дейін барып кофе ішіп келейін дейді, немесе бағанағы тағы басқа сыртта кофе ішіп отыра тұрайын дейді. Енді қарны аш емес, қарны аш болып жатса басқа мәселе. Бірақ жай ғана шығады да, мысалы, кофесін ішіп отырады. Ол да намазды күтіп жатыр, мынау да намазды күтіп жатыр. Бірақ мынау іште қалып, құлшылықпен айналысып жатқан адам, ол бір жағынан иатикафта отырған адам сияқты, және оған періштелер дұға жасап тұрады. Ал екінші адамда олай болмайды. Сол үшін де уақытты қолдан келгенше тиімді пайдалануға тырысу қажет. Келесі хадис осы ниет тақырыбындағы. Бұл хадисті وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Бұл хадисті ибн Аббас радиаллаху анхума риуаят еткен екен. Ибн Аббас деген бұл Абдулла ибн Аббас, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ағасы, Аббастың баласы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және меккелік мұсылмандар Меккеден Мадинаға хижрат жасаудан 3 жыл алдын дүниеге келген бір сондай бір уақыт болды. Мүшриктер пайғамбарымызды және бағанағы Хашим отбасын, былайша айтқанда, экономикалық бір қалай айтсақ болады, экономикалық тұрғыдан оларға бойкот жариялап, олардан еш нәрсе сатып алмаймыз, оларға еш нәрсе сатпаймыз деген сияқты осындай бір 3 жылға жалғасқан қиын уақыт болды. Сол кезде дүниеге келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткен кезде жасы шамамен 13-те болған жас сахабалардан. Өзі пайғамбарымыздан ең көп хадис еткен жас сахабалар, мысалы Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас, барлығы Абдуллалар. Және Абдулла ибн Зубайр бар. Жалпы негізгі танымал жас сахабалардан 4 сахаба бар. 4-еуінің де аты Абдулла. Біреуі Омардың баласы Абдулла, екіншісі осы Аббас радиаллаху анхудың баласы Абдулла, үшіншісі Зубайрдың баласы Абдулла, және 4-шісі Амр ибн ал-Астың баласы Абдулла. Және көптеген хадистерде осылар риуаят еткен. Ибн Аббас радиаллаху анхума ғалым болып отырған кезде соның жастық шақтағы досы айтқан, мына досымның басы істеп кетті кезінде маған жас кезімізде келген еді дейді осы Ибн Аббас. Жүр, білім алайық, үлкен сахабалар бар, пайғамбарымыздың көзін көрген, солардан білім алып қалайық деген кезде мен Ибн Аббасқа айтқам деді. Сені кім керек етеді? Қарашы, қандай үлкен сахабалар бар, пайғамбарымыздың жанында 20 жыл жүрген, 10 жыл жүрген сахабалар бар. Сені кім керек етеді сондай сахабалар тұрған кезде деп мен қосылмадым деді. Ал Абдулла ибн Аббас болса барып сол ғұлама сахабалардың алдына барып, солардан білім алып, солардың есігінің алдында отырып, кейбір сахабалар үйінен шыққан кезде жел тұрып тұрады, құм, сонда үсті басы құм болып, шаң болып есігінің алдында осы Абдулла ибн Аббастың күтіп отырған көрген кезде пайғамбарымыздың бір жағынан туысқаны, пайғамбарымыздың отбасы, біз күнде намазда Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад деп пайғамбарымызға, пайғамбарымыздың отбасына салауат айтамыз. Ол кісі пайғамбарымыздың отбасынан болып есептеледі. Соған құрмет ретінде әлгі сахаба, неге бұлай отырсың, есікті тақылдатпайсың ба, келгеніңді білдірмейсің бе, үйге кіргіземін ғой деген кезде, жоқ,
білімнің әдебін сақтайын, сізді мазаламайын деп осылай отырмын деп, яғни сондай былайша айтқанда ыжтахаттылықпен, ықыласпен білім іздеген. Кейін әлгі үлкен сахабалар жасы келіп, қайтыс болып, бір уақыттары адамдар осы сахабаларға білім алуға келетін болды. Сонда әлгі дос айтқан екен, кезінде маған келіп айтып еді, жүр білім алайық деп. Мен айтып едім, сені кім керек етеді, үлкен-үлкен ғұламалар бар ғой деп. Міне енді қазір адамдар оны керек етіп жатыр, ал мен керексіз болып қалдым, өйткені мен сонымен бірге білім алған жоқпын деп айтқан. Ибн Аббас сондай білімді сахабалардан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала біліміңді арттырсын, Құранға деген түсінігіңді арттырсын деп дұға жасаған. Бұл сахабаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан 1660 хадис риуаят еткен. Соның ішінде имам Бұхари және Муслимде бірдей келетін 95 хадисі бар. Бұхаридің өзінде келетін 28 хадис, Муслимде келетін 49 хадис бар. Шамамен 58, бір риуаяттарда 59 жылдарда деді, Таиф қаласында қайтыс болған. Таиф деген білесіздер, Меккеге жақын таулы қала болып табылады. Умраға барғандар кейде гидтер бағана автобус ұйымдастыра алып барады. Маймылдар жүретін қала ғой, сондай таулы, салқындау, табиғаты керемет қала. Сол жерде Ибн Аббас радиаллаху анхума қайтыс болған. Ол кісінің жаназасын Али радиаллаху анхудың баласы Мухаммад ибн ханафия, Али радиаллаху анхудың басқа әйелінен болған баласы шығарған, жаназасын шығарған, және осы үмбеттің тақуасы қайтыс болды деп айтқан. Яғни сондай ұлы сахабалардан. Сол кісі айтады, бұл кісінің енді күниясы Әбул Аббас, Аббастың әкесі. Арабтарда өз сондай әдет бар. Арабтарда егер мысалы сіздің балаңыз ұл сүйетін болса, яғни немеренің, былайша айтқанда, ұл немереге ең үлкеніне атасының атын қояды. Атасының атын қояды. Бізде атасының бағанағы атын айтпа деп, бағана келінге атын айтпа деп, сондай бір әдет бар ғой. Ал бұларда керісінше әдеттер басқаша. Енді әр елдің салты басқа дегендей, бұларда сондай әдет бар. Мысалы бізде университетте оқыған кезде университетіміздің басшысы Мухаммад Рашид еді. Кейін баласының, екінші баласының ұлы туылды, ұлы дүниеге келді. Енді үлкен баласында қыздар болды, әлі ұл дүниеге келмеген еді. Екінші баласының тұңғышы ұл болды. Сол кезде соған Мухаммад Рашид деп ат қойды. Кейін сұрап жатырмыз, бұл қаншасыншы Мухаммад Рашид десек, бұл 6-шы Мухаммад Рашид дейді. 6-шы Мухаммад Рашид. Кейін енді оның бірінші немересіне тағы да Мухаммад Рашид деген ат қойылады, ол 7-ші Мухаммад Рашид болады. Сөйтіп қайталана береді. Мына жерде Абдулла ибн Аббас. Абдулла ибн Аббастың әкесі Аббас және баласының аты тағы да Аббас. Яғни әкеге құрмет ретінде соның аты ұмытылмасын деп, олар да керісінше солай атын қойып жатады. Сол үшін де Абдулла ибн Аббастың баласының аты Аббас және әкесінің аты Аббас. Әбул Аббас деген Аббастың әкесі деген сөз. Яғни бұл кісінің күниясы. Күния деген, біз өткен дәрістерде айтқандай, арабтарда сондай әдет бар, пәленшенің әкесі деп атайды. Сол егер ұлы болатын болса ұлмен, егер ұлы болмайтын болса мысалы қызымен деген сияқты, солай пәленшенің әкесі деп атайды адамдар. Абдулла ибн Аббастың күниясы Әбул Аббас, әкесі Аббас, атасы Абдул-Мутталиб. Алла Абдуллаға да әкесіне де разы болсын. Ол кісі айтады: "Ан Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама фима яруи ан Раббихи табарака ва та'ала қал." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам дейді, Алла елшісі Алладан риуаят етіп айтады дейді. Алладан риуаят етіп айтады деген бұл қандай хадистерге қолданылады? Бұл қудси хадистерге қолданылады.
қудси хадистерге. Енді қудси хадис дегенге қатысты мына жерде шейх Мустафа аль-Буға, шейх Мұхаммад Саид аль-Хиндер мынандай анықтама беріпті. وهو ما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بالإلهام أو رؤيا المنام أو غير ذلك من كيفيات الوحي. Ол Алла тағаланың пайғамбарымызға жүрегіне салу арқылы, немесе түсінде көрсету арқылы, немесе басқа да бір уахидің жолдарымен білдірген сөзі дейді. Хадис қудси деген демек, бұл Алла тағаланың пайғамбарымыздың жүрегіне салу арқылы, немесе түсінде көрсету арқылы, немесе басқа да бір уахидің жолдарымен, кейде тіпті періште арқылы білдіреді. Періштер арқылы білдіреді. Ол да қудси хадис болады. Енді оның басқа хадистен, жай хадистен айырмашылығы неде? Қудси хадисте мағынасы Алла тағаладан. Алла тағала пайғамбарымыздың жүрегіне соны салады. Сол үшін де, мысалы, кейбір хадистерде көрсеңіз, хадистерде былай келеді. Я ибадаллах, уа Алланың құлдары, күллікум даллун илля ман хадайту. Сендердің барлығың адасудасыңдар, тек қана мен тура жолға салғандар ғана тура жолда. Күллікум жия илля ман ат'амтуху. Сендердің барлығың ашсыңдар, кімді мен тоқ етсем, тамақтандырсам, сол ғана тоқ деп, осындай сөздер келеді. Уа, немесе я ибади деп келеді. Я ибади, уа құлдарым деп келеді. Құлдарым деген сөзді пайғамбарымыз айта ма? Пайғамбарымыздың біз үмбетіміз, Алланың құлымыз. Не үшін құлдарым деп айтып жатыр? Демек, бұл жерде Алла тағала пайғамбарымызға соны білдіріп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи соны жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху соны жеткізеді, бұны қудси хадис дейді. Ал басқа хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінен айтады. Өзінен айтады. Пайғамбарымыздың аузынан шыққан сөздің осы үкімдерге қатысты, дінге қатысты, шариғатқа қатысты айтқан сөздерінің барлығы уахи болып табылады. Сол үшін де сахабалар кейде сұрайтын болған: Я Расулаллах, о Алланың елшісі, бұл уахи ма, немесе өзіңіздің жеке пікіріңіз бе деп. Мысалы, әлгі соғыс мәселесінде, соғыстағы бір-екі айлаларға қатысты пайғамбарымыз былай істейік деген кезде сахабалар сұрады: Я Расулаллах, бұны сіз уахи ретінде айтып жатсыз ба, немесе өзіңіздің жеке бір тәжірибеңізге негізделіп айтып жатырсыз ба деген кезде жеке тәжірибе деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи сахабалар айтты: ондай болса былай істейік деді. Былай істеген дұрысырақ деп. Мысалы, бағана Бәдір шайқасында, тағы да басқа да шайқастарда не мәселесінде де құрманы тәбирун нахл дейді ғой, жалпы енді білмеймін оны қалай аударуға болатынын. Пайғамбарымыз жалпы сахабалар емес, жалпы арабтар құрманы әйтеуір бағанағы кесі басқа қылып сондай бір нелерді істейтін болған, дұрыс өсу үшін, дұрыс өнім беру үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи былай тастап қоймадыңдар ма, одан көбірек болмай ма деген кезде сахабалар солай істеп еді, кейіннен дұрыс өнім бермеді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи не деді? Антум а'ламу би умури дуниякум, дүние мәселелерін сендер жақсырақ білесіңдер деп. Бұл жерде оны уахи ретінде айтпағандығын сахабаларға білдірді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шариғат үкімдерін айтқан кезде, дінге қатысты мәселелерді айтқан кезде оның барлығы уахи. Пайғамбарымыздың аузынан шыққан сөз сүннет болады, уахи болады. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қателесіп жатса, немесе бағанағы толық айтпаса, Алла тағала оны пайғамбарымызға білдіреді. Бұл жерде ғұламалардың арасында мәселе бар. Пайғамбарымыз ижтихад жасай ма, жасамай ма деген осындай бір мәселе бар. Бір ғұламалар айтады, ижтихад жасайды дейді. Бір ғұламалар айтады, жоқ, тек қана уахи ретінде білдірілген нәрсені ғана айтады дейді. Бірақ арасындағы бұл тартыста ешқандай бір нәтиже жоқ, немесе бағанағы айырмашылық жоқ. Неге? Өйткені ижтихад жасайды деген ғұламалардың өздері де егер қателессе, Алла тағала пайғамбарымыз түзетіп қояды деді. Мысалы, хадисте келеді. Пайғамбарымыз айтады: шахидтің барлық күнәлары кешіріледі дейді.
шахидтің барлық күнәлары кешіріледі дейді. Сахабалар осыны естиді. Кейін біраздан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әлгі сахабалардан сұрайды: мен не деп айттым дейді. Я Алланың елшісі, сіз шахидтің, яғни Алла жолында шейіт болған адамның барлық күнәлары кешіріледі дедіңіз деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: илләддәйн, қарыздан басқасы дейді. Қазір Жәбірейіл келіп маған ескертіп кетті дейді. Жәбірейіл келіп маған ескертіп кетті дейді. Демек, адамның ақысы кешірілмейді. Қарыз, тағы да басқа да дүниелер кешірілмейді. Алла мен сол кісінің арасындағы мәселелердің барлығы кешіріледі. Осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ескертіп отыратын болған. Мысалы, Бәдір шайқасында қолға түскен тұтқындарды не істейміз деген кезде бір кісі былай пікір айтты, екінші кісі былай айтты. Абу Бәкір радиаллаху анху өз пікірін айтты, Ибн Умар радиаллаху анху өзінің пікірін айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкір радиаллаху анхудың айтқаны бойынша әрекет етті. Бірақ кейіннен аят түсіп, дұрысы Умардың көзқарасы екендігін айтып ескертті. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам егер тіпті ижтихад еткен күннің өзінде де ижтихады қате болып жатса, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бірден түзетеді. Сол үшін де пайғамбарымыз айтқан нәрсесінің барлығы не болады? Яғни уахи болып есептеледі. Сүннеті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол да уахи. Ал енді мынау құдси хадис деген бұл тікелей пайғамбарымыздың жүрегіне Алла тағала салу арқылы немесе түсінде көрсету арқылы білдіретін дүние болып табылады. Енді осы құдси хадисте келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: инна Аллаха катабал хасанати ва сайyiati thumma bayyana залик. Алла тағала сауапты жазды және күнәні жазды дейді. Немесе екеуін жаратты, пайда етті. Thumma bayyana залик, кейін оны баяндады деді. Баяндады деген кезде яғни қалай адам сауап алады, қалай күнә алады, соны баяндады. Енді ол қалай болады екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла тағаладан бізге жеткізіп: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. Кім-де-кім бір жақсылықты істеуге ниет етсе, бірақ істемесе, бір нәрсе кедергі болып істей алмады, Алла тағала оған толық не жазады? Сауап жазады дейді. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا. Енді бір жақсылыққа ниеттеніп, кейін оны істесе, كَتَبَهَا اللَّهُ 10 حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. Алла тағала оған 10 сауап жазады, 700 есеге дейін көбейтеді, إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ, және тағы да еселеп береді дейді. Демек, сіздің ниет ықыласыңызға қарай Алла тағала жақсы амал істесеңіз, оған кемінде 10 сауап жазады, кемінде, және қалаған қолына көбейтеді. 700 есеге дейін тағы да арттырады, еселеп Алла тағала сауабын береді. Енді бұл жерде فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Кім-де-кім бір жақсылықты ниеттеніп, оны істемесе деген кезде, істейтін ниеті жоқ, ниеттеніп қояйын дейтін болса, оған сауап жазылмайды. Хамма деген сөз бұл жерде яғни кәдімгі істеймін деген толық ниеттің болуы. Жақсылыққа ниеттің өзі жақсылық. Кез келген нәрсе ойдан, ниеттен басталады. Сол үшін Алла тағала адамның ниетіне де сауап жазады. Ниетіне сауап жазады. Әрдайым жақсылықты ниеттеніңіз. Иншалла, былай істеймін деп жақсылықты ниеттеніңіз. Егер оны істей алмай жатсаңыз, Алла тағала сізге ниеттің сауабын жазады. Ал егер бұл жерде ғұламаларымыз тағы да айтады, егер әлгі іс сіздің әдетіңізден болса, яғни тұрақты түрде істеп жүрген ісіңіз болса, онда Алла тағала сізге сауабын толық жазады дейді. Ал егер істеп жүрген ісіңіз болмаса, әдетіңізде болмаса оны істеу, бірінші мәрте ниеттеніп жатырсыз, ол кезде Алла тағала сізге ниеттің сауабын жазады дейді.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады: юктабу лил абди, хадисте, иза марида ахадукум ау сафар кутиба лаху ма кана яъмалуху сахихан муқима. Егер бір адам ауырып қалса немесе сапарға шығып кетсе, оған сапарда емес кезінде, дені сау кезінде істеп жүрген амалы жазылады деді. Бір адам 20 жыл ораза ұстады. Ораза айының, Рамазан айының оразасын ұстады. 20 жылдан кейін асқазанында язва пайда болды. Немесе басқа бір себеппен оған ашығуға болмайды. Мысалы, өтін алдырып тастады деген сияқты әйтеуір медициналық себептері көп қой. Сөйтіп оған ораза ұстауға тыйым салынды. Бірақ бұл адамның әдетінен ораза ұстау еді. Әр Рамазан айында ораза ұстау бұның әдеті еді. Бұл адамға ауырып қалғаннан кейін, ұстай алмай қалғаннан кейін де Алла тағала ары қарай, мысалы, 20 жасынан бастап намаз оқыды, ораза ұстады, 40 жасына келген кезде ауырып қалды, немесе 50-ге келген кезде ауырып қалды, сөйтіп ораза ұстай алмай қалды. Тағы да 30 жыл өмір сүрді, Алла тағала оған 30 жыл оразаның сауабын жазады. Неге? Өйткені ол сау кезінде сол нәрсені істеп жүрген еді. Сау кезінде сол нәрсені істеп жүрген еді. Ал енді бір адам, келесі жыл иншалла ораза ұстаймын деп ниеттенді, ораза келген кезде ауырып қалды. Ол адамға оразаның сауабы толық жазыла ма? Жоқ, жазылмайды. Алдын ораза ұстамаған, оған ниеттің сауабы жазылады. Сол үшін де біз осы жақсылыққа әдеттенетін болсақ, оны тұрақты түрде істейтін болсақ, қазір мүмкіндік бар кезде, кейін мүмкіндік болмай қалған кезде Алла тағала сізге соның сауабын жазып тұрады. Тағы бір адам тұрақты түрде дүйсенбі, бейсенбінің оразасын ұстайды. Бірақ сапарға шығып кетті. Сапарда сәрес ішуге мүмкіндік жоқ, жол ауыр, сөйтіп сапарда ораза ұстаған жоқ. Бірақ Алла тағала біледі, егер ол үйінде болғанда сол оразаны ұстайтын еді. Сол үшін де оған сапарда болса да ораза ұстады деген, былайша айтқанда, толық ораза ұстағанның сауабы жазылады. Неге? Өйткені оның әдетінде ол нәрсе бар. Демек, бұл жерде қаралады. Біреу жақсылық ниеттенген кезде, егер оның әдетінен болса, оған амалдың сауабы жазылады. Егер әдетінен болмаса, онда оған не жазылады? Оған ниеттің сауабы жазылады. Одан кейін ары қарай айтады: ал енді бір жамандыққа ниеттенсе, бірақ оны істемесе, Алла тағала оған сауап жазады дейді. Егер жамандықты ниеттеніп, кейін оны істейтін болса, оған Алла тағала бір күнә жазады дейді. Бір күнә жазады. Өзі жалпы Құранда келеді ғой: кім сауап істесе, оған сауап амал істесе, оған 10 сауап жазылады дейді. Кім күнә істесе, оған сол күнә жазылады дейді. Демек, Алланың мейірімі, жақсы амал істесеңіз, сауапты істесеңіз, сізге кемінде 10 сауап жазылады. Алла тағала ары қарай қалаған құлына тағы да не қылып береді? Оны көбейтіп береді. Ал енді күнә істесеңіз, бір күнә жазылады. 10 күнә жазылмайды, 20 күнә жазылмайды. Енді бірақ күнәнің ауырлығына байланысты оның азабы ауырлауы мүмкін дейді ғұламалар. Мысалы, бір адам күнә істеді. Екінші бір адам сол күнәні Рамазан айында істеді. Үшінші бір адам сол күнәні Рамазан айында харам мешітінде істеді. Мысалы, бір адам зина жасады. Екінші бір адам туысқанымен зина жасады. Екеуі де ауыр күнә, бірақ туысқанымен жасалған зина мына зинадан ауырырақ. Жай күнде жасалған күнәдан қасиетті мекенде, қасиетті уақытта жасалған күнә ауырырақ болады. Енді ауырырақ деген кезде бұл жерде мынаған бір күнә жазылса, мынаған 2 күнә, 3 күнә немесе 4 күнә жазыла ма? Еш жерде ол айтылмаған. Бір күнә болып жазылады делген. Немесе бір харамыз бір күнә болып жазылады деген. 10 күнә болып жазылады демеген. Ол көбейтуді Алла тағала сауапқа қатысты айтады.
Бірақ бір күнә болғанымен оның азабы ауыр болуы мүмкін. Оның азабы сол күнәнің қай уақытта жасалды, кіммен жасалды, қандай жерде жасалды деген сияқты, соған қарай оның азабы, жазасы ауырлай береді. Ал бірақ оған сол бір күнә жазылады, 10 күнә жазылмайды. Енді осы хадиске қатысты ғұламаларымыз айтады: أن من هم بحسنة كتبت له حسنة وإن لم يعملها لأن الهم بالحسنة سبب إلى عملها وسبب الخير خير. Егер кім бір жақсылыққа ниеттенсе, оған сауап жазылады дейді, оны істемесе де. Өйткені жақсылыққа ниеттену сол амалға себеп болатын нәрсе дейді. Ал жақсылыққа себеп болған нәрсенің өзі жақсылық дейді. Демек, барлық нәрсе ниеттен басталады, сол үшін де ниетке сауап жазылады. Сондай-ақ أن من هم بسيئة ثم رجع عنها لله تعالى لا لشيء آخر كتبت له حسنة. Егер бір адам бір жамандыққа ниеттенсе, кейін содан Алла разылығы үшін қайтса, яғни Алла разылығы үшін істемесе, басқа себеппен емес, оған сауап жазылады. Ал егер басқа себеппен, басқа нәрсе кедергі болып қалып істемесе, онда оған не жазылады? Күнә жазылады. Онда оған күнә жазылады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз алдыңғы сабақта өткен хадисте не деді? Екі мұсылман адам бір-біріне қару көтерсе. Екеуі бір-біріне қару көтеріп, кәдімгідей мысалы қылыш тасты немесе мылтықпен деген сияқты сөйтіп, біреу өліп қалса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ал-қатилу вал-мақтулу фин-нар. Өлтірген де, өлген де тозақта деді. Сонда сахабалар сұрады: я Расулаллах, өлтірген адамды түсіндік, бірақ өлген адам не үшін тозақта деген кезде, өйткені ол да өзінің бауырын өлтірмекші болды дейді. Мынау күштірек болды да ананы өлтіріп қойды. Егер мынау әлсіздеу болғанда, екіншісі оны өлтіріп қоятын еді. Екеуі де ниеттенді. Бірақ біреуі ниеттенгенін істеді, екіншісі істей алмады. Сол сияқты, мысалы, бір адам үйінен бір жас жігіт зина жасауға шықты, бүкіл әрекетін жасады, сабана квартирасын жалдады, басқа қылды. Сөйтіп, қызды алып кетуге барған кезде, қыз мамам келіп қалды, шыға алмаймын деді. Бұл барлық нәрсеге ниеттеніп қойған, барлық нәрсені жоспарлап қойған. Сөйтіп, ана жерден боқтанып кетті. Оған сол істі істеді деген күнә жазыла ма? Иә, күнә жазылады. Неге? Өйткені ол өз қалауымен оны тастаған жоқ. Басқа бір нәрсе себеп болып істей алмай қалды. Ол әлгі бауырына қылыш көтеріп өліп қалған адам сияқты. Бір нәрсе себеп болды да істей алмай қалды. Мысалы, ұрламақшы болып барып еді, камера өшу керек еді, камера өшпей қалды. Сөйтіп істей алмай кетті. Оған ұрлық жасады деген күнә жазылады. Сол үшін де бұл жерде имамдарымыз айтып жатыр: Алла разылығы үшін қайтатын болса дейді, онда оған сауап жазылады дейді. Алла разылығы үшін қайтатын болса, оған сауап жазылады. لأن رجوعه عن العزم عليها خير. Өйткені оның жамандықтан қайтуы жақсылық дейді. Сол үшін де Алла тағала оған сол үшін жақсылық береді дейді. فَجُوزِيَ فِي مُقَابَلَتِهِ بِحَسَنَةٍ. Енді егер сұрақ қойылса дейді: لِمَا لَمْ تُكْتَبْ سَيِّئَ بِالْهَمِّ عَلَيْهَا. Енді ол жамандықты ниеттенді ғой. Неге оған күнә жазылмайды десе? Ниеттеніп қойған еді. Мына жерде хадисте не деп жатыр? Егер кім бір жамандыққа ниеттенетін болса, енді біз алдыңғы хадисте де білдік қой. Егер жамандыққа ниеттеніп, бірақ оны істей алмай қалса, онда оған күнә жазылады. Енді мына жерде не үшін ол жамандыққа ниеттенді ғой, оған неге күнә жазылмайды десе, оның жауабы дейді: أن الهم بالرجوع متأخر فيكون ناسخا للهم المتقدم. Оның бірінші басында жамандықты жасау ниеті болды, кейін сол жамандықты жасамау, жамандықтан қайту ниеті болды. Мынау кейінгі ниет алдыңғы ниетті жояды дейді. Құранда Алла тағала: «Иннал хасанати юзхибна сайиат». Жақсылық жамандықты жояды дейді. Жақсылық жамандықты кетіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады ғой:
иттақиллаха хайсума кунт ва атби'ис сайyi'атал хасаната тамхуха. Қайда болсаң да Құдайдан қорқ, және бір күнә істеп қойсаң, артынан соны жоятын, соны өшіретін жақсы амал жаса деді. Жақсы амал жаса. Ой, мен күнә істеп қойдым, болды, мен дайын емеспін, қазір бағанағы бет жоқ, басқа деп адам өзін тосуына болмайды. Әсіресе дінді білмейтін, діннен ұзақ адамдар солай істейді. Мешітке жүр десе, кеше ұрттап қойған едім дейді. Кеше ұрттап қойған едім. Ұрттап қойған болсаң, керісінше сен мешітке келуің керек, Құдайдан кешірім сұрауың керек. Сен мұқтажырақсың. Күнде барып жүрген адамнан гөрі намазға баруға, мешітке баруға, тәубеге сен мұқтажырақсың. Неге? Өйткені сен былайша айтқанда аурусың. Емге кім мұқтаж? Ауру адам мұқтаж. Күнә істеп жүріп, мешітке баруға дайын емеспін, немесе мешітке баруға бет жоқ дейтін адам, ол мен аурумын, бірақ емделуге бет жоқ деген сияқты адамды. Емделмесең қалай сен түзелесің? Мен тазарайын кейін барам дейді. Сен қалай намаз оқымай тазарасың? Сен қалай тәубе етпей тазарасың? Пайғамбар саллаллаху айтады ғой, мысалы, намаз бұл 5 уақыт намаз. Сенің үйіңнің алдынан ағып жатқан өзен сияқты дейді. Сол өзенге күніне 5 рет түскен адамның үстінде кір қала ма дейді. Жоқ дейді. 5 уақыт намаз тура сол сияқты дейді. Сен намаз оқы десе, мен дайын емеспін, кеше ұрттап қойғам, дайын болайын дейді. Қалай дайын боласың сен? Қалай сен тазарасың? Сен тазару үшін намаз оқуың керек. Тазарып барып намаз оқымайсың. Тазару үшін намаз оқисың. Мысалы, ваннаға үстің кір. Ваннаға түссең, ванна қабылдасаң, душ қабылдасаң, үстің тазарады. Жоқ, мен ваннаға түсу үшін тазаруым керек деп айтасың ба? Қалай ваннаға түспей сен тазарасың? Үстің кірін қалай кетіресің? Ваннаға түсесің, жуынасың, сабын қолданасың, шампунь қолданасың, тазарасың. Тура сол сияқты. Сен күнә істеп жүрсің, құлшылық жасайсың, тәубе етесің, сонымен жамандықты жақсылық жояды. Сенің жамандығыңды сол жасап жатқан күнәләрің өшіреді, солар жояды. Сол үшін де бұл жерде енді сен басында жамандықты ниет еттің, бірақ кейіннен жақсылық ниет еткен кезде жақсылық алдыңғы жамандықты жояды. Тек қана ниетіңде емес, сенің істеген ісіңді де жояды. Істеген ісіңді де жояды. Мысалы, білесіздер, бұл хадис бізде келесі хадис, иншалла оны келесі дәрісте үйренеміз. Әлгі 3 үңгірге кіріп, сонымен есік жабылып қалған адам. Тас түсіп, үңгірдің есігі жабылып қалған, немесе есіктен ашылып жабылатын есік емес, бірақ шығатын жер жабылып қалған 3 адам. Соның бірі әлгі мұқтаж болып алдына келген қызға, менімен зина жаса, мен саған көмектесем дейді. Әлгі қызда қатты мұқтаж болып тұрады, соған келіседі. Сөйтіп, зина жасамақшы болып жатқан кезде әлгі қыз айтады, Құдайдан қорық дейді. Бұны тек қана адал жолмен істесең дейді. Сонда ойланып қалады да, Құдайдан қорқып тұрып кетеді. Және дұға жасаған кезде айтады, Алла тағала, соны сенің разылық үшін жасаған болсам, бізге көмектес дейді. Сөйтіп, әлгі тас жылжиды. Демек, Алла тағала оның әлгі күнәсін кешірді. Және сол амалды жақсы амал ретінде қабылдады. Оның, мысалы, зина жасаған жоқ. Бірақ әлгі қызбен жеке қалды. Мысалы, егер оның киімін шешкен болса, оның барлығы күнә болып есептеледі ғой. Бірақ жақсылықты ниеттеніп, қайтқан кезде жамандықтан Алла тағала оның күнәсін естеді, жойып жіберді, орнына сауап жазды. Сол үшін де, егер бір адам күнә істейтін болса, тезірек тәубе етіп, оны жақсылықпен жуып шаюға әрекет етуі керек. Қалған хадистерді Алла нәсіп етсе, келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Және сол алып жатқан білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.